той өткіздіңіз. Иә. Сіз өткізетін тойлар бар. Басқарып, асабалық қылып деген сияқты. Еге ма заказға шығып жүрген ба? Иә. Асабалық қылатын тойдан өзіңіздің тойыңыз бірдей дәрежеде болды ма? Мысалы, жұрттың қызығын қалай өткізесіз өзіңіз? Жоқ, ол мынандай ғой. Мысалы, маған заказ береді, тапсырыс. Бағасын келісеміз. Сосын мен ол кісілердің тойыңыздың қалай өткенін қалай істеп сұраймын. Сосын біреу айтады, тез өткіз да, тез шарып сал дейді. Біреулер айтады, есте қалатындай қылып. Сосын мынандай болса қалай, мынандай болса қалай. Ал мынандай болса қалай деген сайын оған ақша қосылады. Дұрыс па? Өйткені келетін әнші, биші, күйші, жыршылар көбейген сайын оның жаңағы ақшасы да көбейе береді. Иә, содан сол той адамның өзінің мынау тапсырысына қарай, өзінің желаниясына қарай, той егесінің талғамына қарай, өзіне соған қарай өтеді. Жалпы мен осы 20, қазір айтам, 96-97 жылдан бері той басқару бастадым. Қазір мына 25 жылдай өтті ғой. Тойды басқарып жүргеніме, елдің тойын басқарып жүргеніме түсінгенім, тойдың жақсы өтуі тек асабаға байланысты емес екен. Тойдың жақсы өтуі ол той иелерінің келетін қонақпен бір-біріне деген қарым-қатынасы, сыйластығы, құрметі қалай. Мысалы, біреулер тойын бұзуға келеді сенің тойыңда. Сонда байқадым. Олар не істейді? Ол тойды бұзатын кезде ешкімге тиіспейді, барып бірінші тамаданы қытығына тиіседі. Жай барып бір тиісіп кетеді, екі тиісіп кетеді. Тамаданың настроениясы түседі көңіл күйі, тойдың көңіл күйі автоматически түседі. Тек халал тойларға шығасыз? Тек халал тойға шығамын. Тек қана? 19 жылы бірінші қажылыққа бардым. Қажылыққа барып сол жерде Алла қара тастың алдында тұрып, Алла қазағыма баяғы хандардың, билердің, баяғы қазақтың батырлары, болыстары, баяғы ақындары тойлаған өзіміздің адал асымыз қымыз қымыран, қазы қарта, жал жаямен, құрт пен май, қаймақ шайы, бүкіл адал асымен тойлаған тойды көбейтші Алла деп сөйтіп сұрадым да. Және маған сол тойға қызмет етуге нәсіп етші деп Алладан сұрадым. Сосын айттым, мен бұдан кейін ондай тойға бармауға маған жаңағы көмектестедім да енді. Алладан жәрдем сұрадым. Өйткені білесіз, біздің қазақтың тойлары қалай өтіп жатқанын. Көбісі арамаспен өтіп жатыр. Кәдімгі өзге елдің, бөтен елдің бізге сырттан кірген, сондай аяғы жақсылыққа апармайтын, сондай сусындармен, астармен әлі өтіп жатыр. Өкінішке орай енді. Бірақ Аллаға шүкір қазір көбейді. Осыдан 15-20 жыл бұрын егер соны істесең, сен уахабист дейтін саған. Мынау тыңды, мынау басқа дінге кіріп кеткен, сөйтіп айтатын. Ал қазір адамдар, соны айтқан адамдардың өзі адал той, халал той жасап жатыр. Yani халалдың қазақшасы адал ғой. Адал той жасап жатыр қазір. Өздері түсініп, адалдықтың аяғы немен бітеді, арамдықтың аяғы немен бітеді. Мысалы, біздің қазақтың қараңыз, өз қолын өз кесті деген бар ғой? Өз қолын өз шауыпты деген бар. Қарап отырсаңыз, арам ас қояды да, баласы мен келіннен адалдық талап етеді да. Мына қараңыз қандай, таза ақымақтық қой бұл. Мысалы, толтырып қояды да, шөлмектің несін, бақалын толтырады да, ал бала келін қараңдар, арамдық осылай басталады дейді да, тартады. Сосын той өтеді, той өткеннен кейін 3-4 ай, 5-6 ай өтеді, кесе шайнек сықырлайды. Жаңағы той иелері келінді жамандай бастайды. Келін арам болып келді деп. Бір күні маған айтып тұр соны. Келініміз арам болып шықты дейді. Ай, ондай арам келінді балаға қайтып түзетпейсіз ба? Бала не үшін? Десек, бала модан өткен арам екен дейді. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Бірақ ona тойдың ішінде соны арамдықты өз көрсеткенін ұмытып кетті да кісілер. Көрдіңіз бе? Осы нәрсе мен 19 жыл сұрадым ғой Алладан. Алла, адал тойлар. Адал тойда не болады? Адал тойдан адам адал ас ішеді. Бойына адал ас кірген адамның ойы да, ісі де, сөзі де адалына айналады. Одан пайда болған ұрпақ та адал ұрпақ келеді. Мысалы, жемқорлар көбейді дейміз. Кімнен оның бәрі қайдан келіп жатыр? Ол 70 жылдық арам астан келген жемқорлар ғой. Содан пайда болған рас қой, мысалы, мойындасаң да, мойындамасаң да сол. Ал енді қазір мысалы намаз оқитын, Құран жаттаған қарилар, хафиздер, мынау жас ғұлама, ғалым жігіттер пайда болды. Міне 30 жылдың ішінде арақты тоқтатып, арамдықты, адалдыққа қадам басқан кісілердің бала-шағалары адал ой, адал іспен айналысып жатыр да. Міне осының барлығын қарап отырсаңыз, бір адалдық. Не деді? Арақ бүкіл күнәлардың анасы дей ма? Ана бір сахабаны білесіз ғой?
дінді таратуға жан жаққа жіберген кезде жол жөнекей бір айдаладағы бір үйге келіп, үйіңе қонайын десе, ана әйел кісі қондырмай, сосын күн батқан кезде араб жазирасының жалпы құмы қатты суық болады екен ғой. Солды қатты тоңып, үйіңе кіргізші бір қонып кетейін дегенде әйел шарт қояды екен ғой. Мынау үйде жаңағы кәмелетке толған ба, толмаған балам бар дейді үйде. Сол баламды өлтірсең қонасың дейді. Екіншісі, жоқ, оны өлтіре алмаймын дейді. Өйткені бір адамды өлтіру, күллі адамзатты өлтіргенмен бірдей күнә білесіз. Болмаса, менімен зина жаса дейді, төсектес бол дейді. Жоқ, кешіріңіз дейді, бұның күнәсі ауыр дейді. Онда дейді, құмырада тұрған шарапты менімен бірге ішесің, сөйтіп таусасың дейді. Күнәлардың басы дейді ғой. Күнәлардың басы жаңағы арақ шарап болып тұр ғой. Енді қазір мен Түркістанымыз арақ шарапсыз қала болып отыр, біліп естіп отқан шығарсыз. Иә. Бүкіл ақсақал қариялары, бүкіл әкімі, сол жердегі бүкіл жаңағы ел ағалары, азаматтары ат салысып, мынау Қазақстанымыздың жүрегі, киелі Түркістанымызды арақ шарапсыз, зинасыз қала қыламыз, солай жасаймыз деп жатыр. Жалпы Құранда да бір сөз бар ғой. Адамның денесінде бір түйір ет бар. Сол ет түзелсе, бүкіл дене түзеледі деген. Соны естіп өткенде мен қатты қуандым. Мына желілерде де жүр қазір. Түркістан қаласы арақ шарапсыз қала деген. Қандай керемет нәрсе. Әрі рухани жүрегіміз ол таза болса, сол тазарса бүкіл Қазақстан бүкіл денеге тарайды ғой. Бүкіл Қазақстан тазарады ғой ертең. Көрдіңіз бе қандай нәрсе болып жатыр? Сол себептен осы менің 19-дағы жаңа қайталап айтып отқаным, тілеген дұғам сол болды. Сол енді Алла тағала дұғамды қабыл еткен шығар. Иншалла содан бері тек халал тойларға барып жүрмін. Бірақ енді негізі бірағы да бар да. Қандай бірағы да бар да. Халал той деп әлі сол арамастан арыла алмай жүргендер шайнекке құйып әкеліп, той иесіне білдірмей. Иә. Енді амалын жасадыңыз ғой, ары қарай әр адамға ешкім жауапты емес қой. Ешкім жауапты емес. Ішкен адам өзі жауапты, ертең күнәсін өзі көтереді. Жарайды, осылай жаңағы қазақ той дейсіз, адал той дейсіз, ондай той жасағандар қуанып барасыз. Бірақ бағаңыз қанша? Бағама? Баға 3. Не 3? 3 деген баға. Жоқ, той егесіне беретін бағаңыз сіздің ақыңыз, асабалық ақыңыз. Қызмет ақыңыз деп айтсаңызшы. Қызмет ақыңыз. Тойға бағаңыз қанша дегенде, мен баға беріп жатырмын да. Жоқ, біз баға беретін де емеспіз ғой. Өзіңіздің бағаңыз. Менің қызмет ақым жалпы Шымкент қаласы бойынша 350 мың теңге. Теңге. Типа звездалардың қатарында кіремін ғой енді. Типа да. Типа ярый звезда емеспін енді. Типа звездалардың қатарында кіремін. Лайықсыз ба соған? Лайық жүргізесіз ба? Халық береді ғой бағаны. Дұрыс қой, сіз халық білмейсіз. Мен 350 мыңға ғана лайықпын да демек. Мысалы миллионның амадалары бар ғой, асабалар. Бар ғой. Мықты асабалар бар, миллионның асабалары. Демек мен сол 350 мыңға Шымкент қаласында лайықпын да. Халық маған сол бағаны берді. Енді мен қазір 400-ге көтерсем, халық шақырмай қойды мені. Өзіңіздің дәрежеңізді білесіз жалпы. Дәрежем сол болып тұр қазір. Мысалы енді облыстарға кетсем, 50 мың, 100 мың қосылады, өйткені ұзағына қарай, жолдың ұзақтығына қарай. Жол ақысы дегендей. Алматы Астанаға, мысалы, 1500-2000 доллар, Ақтау Атырауға 2000 доллар. Плюс самолеті, гостиницасы.